Міржақып Дулатовтың «Бақытсыз жамал» романы 1910 жылы Петропавлда жазылып, сол жылы Қазандағы Каримовтар баспасынан жарық көрген. «Бақытсыз жамал» қазақ әдебиетінде көркем проза түрінде жазылған тұңғыш роман. Романның көтерген тақырыбы әйел теңсіздігі. Басты кейіпкері өз басының еркіндігін аңсаған Жамал. Ол сол замандағы жаны нәзік, көз ашық, бірақ қалың мал құрбаны болған қазақ қыздарының типтік бейнесі. Романда жазушы 20 ғасырдың басындағы қоғамдық әлеуметтік жағдайларға байланысты туындаған қазақ халқының басындағы психологиялық өзгерістерді ашып беруге тырысқан. Би лауазымын алу үшін болыстың құдасы Байжанмен жақын болып, шен алуға ұмтылған Сәрсенбайдың жасы 40-тан асқанда бір балаға зар боп көрген перзенті Жамалды ақыл-есі кем жігітке қиюының әлеуметтік себептерін автор хал қадірін шашқан. Міржақып Дулатовтың шығарма оқиғасын үшінші жақтан баяндап, Ғали мен Жамалдың тілдесулерін өлеңмен немесе хат түрінде беруі, ана тілімізде одан бұрынғы көркем шығармада диалогтар қолданылған үлгі болмағандығынан кейіпкерлерді сөйлестіретін әдісіз деп, қисса айту дәстүрінен алған жол деп білеміз. Роман арқылы жазушы қазақ қыздарының бас еркі, жастардың өз қалауымен өмір сүру қажеттігі туралы ой ұсынады. Ол әйелдің арын аяққа басатын ескі әдет ғұрыпқа үзілді-кесілді қарсы шығады. Жамал бейнесін сомдаудағы жаңалығы да өзінің осы идеясына негізделеді. Романдағы Ғали сол замандағы оқыған мәдениетті жастардың жиынтық бейнесі. Оның әрбір іс-әрекетінен, сөйлеген сөзінен, жазған хаттарынан көркіне ақылы сай екені айқын аңғарылады. Ал адамгершіліктен гөрі байлықты, шен, мақтанышын қымбатырақ санайтын Байжан бай, оның баласы Жұман, сондай-ақ Жамалдың әкесі Сәрсенбай, үлкен шешесі Қалампыр ескі психологияның адамдары. Тұтастай алғанда, Бақытсыз жамал романы сол кездегі тарихи әлеуметтік шындықты шынайы да көркем бейнелеуімен, авторлық идеяның айқындығымен өзінен кейінгі қазақ прозасының өркендеуіне жол көрсетіп үлгі болды.